Армысыздар, баршаларыңызға сәлем. Мен бүгін тез оңай дайындалатын пирог рецептімен бөліскім келеді. Қажет ингредиенттерді астына жазып кетемін. Қонақтар міне келіп қалған кезде жылдам қолға пісірілетін пирог. Алдыменен таза ыдысқа 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Қажет ингредиенттерді астына қалдырып кетемін. Кейін осы жұмыртқамыздың үстіне қантымызды қосып, көлемі жағынан ұлғайғанша жақсылап тұрып миксерлеп алатын боламыз. Кейін бұл массамызға сгущенкамызды қосамыз. Сгущенканың орнына қаймақ, айран қосуға болады. Кейін осының үстіне сүтті құямыз. Мен тек жай сгущенканың ыдысына құйған болатын сүтті құясыздар. Кейін оның үстіне 6 ас қасық күнбағыс майын құясыздар. Бұл жерде миксер қажет емес, жай венчикпен араластырсаңыз да болады. Араластырып аласыздар. Кейін осының үстіне ұн өткізгіштен осындай ұн өткізесіз. Менің ұным өткізілген дайын болғандықтан мен бірден салдым. Мак саламыз. Ол да қалауларыңыз бойынша, және де қопсытқыш саламыз. Мен шамамен 1 шай қасық салдым. Араластырып аламыз барлығын. Сонымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді үстіне әдемі етіп суретті салу үшін ол өте оңай дайындалады. Былайынан қиын болып көрінгенмен. Жаңағы бөлек бір ыдысқа, яғни кесе алуларыңызға болады. Соған шамамен 3 қасықтай, 3 немесе 4 қасықтай алып аласыздар. Оның үстіне краситель кез келген түсте қолдануға болады. Мен қызыл түстің қолдандым. Осылайын араластырып аласыздар да, оны шприцке немесе ибуфеннің шприцмен де жасауға болады. Мен ибуфеннің шприцмен жасадым. Олай да жасасаңыздар әдемі болып шығады. Формамызды аламыз. Менің формамның диаметрі шамамен 20-22 формадағын алдым, кольцоны. Құямыз формамызға. Және де бағанағы шприцімізді алып, осылайынан шеттеріне дөңгелек етіп алдымен құйып аламыз. Бұл жаңағы қамырдан жасалғандықтан формасын жоғалтпайды. Тек араларын тым қатты жақын етіп жасамасаңыздар болды. Кейін қолдарыңызға шпажканы алып, немесе тіс шұқығышты да алуға болады, яғни зубочистканы. Соныменен бүйтіп үстінен әдемілеп тұрып өтіп шығатын боламыз. Мен бүйтіп орталарына да құятын болып шықтым. Менікі тым жақын болып кетті, ал әдемілеп жасасаңыздар негізі әдемі болып шығады. Кішкентай балам жылап қалғандықтан мен тез жасаған болатынмын. Кейін осылайынан үстінен жүрек қылдырып жасайсыздар. Ішкісінде осылайынан өте әдемі болып шығады. 180 градуста шамамен 30-35 минутке қоямыз.